Аса қорқынышты. Экстрасенс жоғалған атыраулық отбасыға болжам жасады. Атырау облысында із-түзсіз кеткен отбасыға қатысты алаңдатарлық жаңа дерек пайда болды. Бұл жолы аталған жағдайға байланысты танымал экстрасенс Камран Самедов өз болжамын айтқан. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Белгілі журналист Гүлмира Әбіқай әлеуметтік желідегі жазбасында экстрасенстің айтқандары жұбаныш сыйламайтынын атап өтті. Оның сөзінше, Самедовтың болжамы тым ауыр әрі үрейлі болғандықтан толық нұсқасы көпшілікке жария етілмеген. Экстрасенс жоғалған отбасыға қатысты оң болжам айтқан жоқ. Ақпараттың өзі аса қорқынышты, сондықтан оны ашық жеткізуге жүрексіндім, деп жазды журналист. Қазіргі таңда бұл оқиғаға байланысты ресми іздестіру және тергеу жұмыстары жалғасып жатыр. Құзырлы органдар тергеу барысына қатысты нақты мәліметтер тек ресми дереккөздер арқылы ғана таратылатынын ескертті. Бұндай ауыр жағдайда кез келген қосымша ақпарат қоғамды одан әрі алаңдатып жіберетіні анық. Әсіресе экстрасенстердің болжамы айтылған кезде ол үміттен гөрі үрей тудырып жатады. Журналист Гүлмира Әбіқайдың бұл мәліметті толық жарияламауды жөн көруі де түсінікті қадам деп ойлаймын. Себебі нақты дәлел жоқ, тек болжамға негізделген сөздер жоғалған отбасының жақындарына да, жалпы жұртқа да психологиялық салмақ түсіруі мүмкін. Қазір адамдарға қорқыныш емес, сабыр мен үміт ауадай қажет. Бұл оқиғада ең маңыздысы ресми іздестіру жұмыстары мен тергеудің барысы. Құзырлы органдардың нақты деректерге сүйеніп жұмыс істеп жатқаны көңілге аз да болса сенім ұялатады. Ал түрлі жорамал мен балашу, экстрасенстік пікірлер шындықты ашуға көмектеседі деу қиын. Қарапайым халық үшін де, журналистер үшін де бұл жерде жауапкершілік бірінші орында тұруы керек. Әзірге эмоцияға берілмей, тек ресми ақпаратқа сүйеніп, жоғалған отбасының аман есен табылуын тілеп, дұғада болған дұрыс сияқты.